Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дәмі тіл үйіретін фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 болгар бұрышы, қияр, сәбіз, ет, фунчоза кеспесі және ұскөк керек болады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Фунчоза кеспеміздің үстіне қайнаған су құйып бұқтырып қоямыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Оскөгімізді ұсақтап турап шығамыз. Негізі пияз қосу міндетті емес, бірақ өзіме ұнайтын болғандықтан пияз қосамын мен. Майға етті қуырып аламыз, бұл жерде менде піскен ет. Жаңағы туралған сәбіздің үстіне тұз және болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Бұқтырылған фунчоза кеспесін мұздай сумен жақсылап жуып аламыз. Қуырылған етімізді саламыз. Сарымсақ, аскөк және өзінің арнайы приправасын қосып жақсылап араластырамыз. Біздің фунчоза салатымыз дайын. Әсемдік үшін үстіне күнжіт септім. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.